Құрметті жол жүрісіне қатысушылар, ауа райы нашарлаған сайын жолдағы әрбір қадамыңыз қауіпті. Көктайғақ, боран, қар немесе тұман кезінде жолға шықсаңыз, сапарыңыз сынаққа айналуы мүмкін. Сондықтан ондай жағдайда ұзақ сапарлардан бас тартуды ұсынамыз. Есіңізде болсын, кейде өзіңіздің және өзгелердің өмірін қатерге тікпес бұрын күн райының қалыпқа келгенін күтіңіз. Ал егер ондай жағдайда жолда қалып қойсаңыз, жылдамдықты азайтыңыз. Бармай қалғаннан кешігіп барған жақсы. Қауіпсіз арақашықтықты сақтаңыз. Бұл сізді күтпеген қақтығыстардан қорғайды. Жылдам жүріспен басып озудан аулақ болыңыз. Қиын жағдайларда бұл өте қауіпті. Мүмкіндігінше ең жақын елді мекенге немесе қауіпсіз жерге тоқтаңыз. Жол қызметтері, сондай-ақ полиция және құтқару бөлімшелері жолда тәулік бойы жұмыс істеуде. Олардың міндеті сізге көмектесу. Төтенше жағдай туындаған кезде дереу олардың көмегіне жүгініңіз. Біз ауа райы жағдайына байланысты шектеулер мен қағидаларды бұзғандарға ерекше назар аударамыз. Мұндай әрекеттер тәртіп бұзушылардың өздеріне ғана емес, айналасындағыларға да қауіп төндіреді. Кінәлілер заң бойынша жауапқа тартылады. Сіздің ұқыптылығыңыз бен жауапкершілігіңіз үйіңізге аман-есен оралудың кепілі. Өзіңізге және жақындарыңызға қамқор болыңыз.